Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Нури Камал. Бүгін сіздермен қарапайым емес шоколадты құймақ жасайтын боламыз. Өте оңай жасалады. Ең алдымен жұмыртқаны аламыз. Жұмыртқаны ыдысымызға салып, үстіне қант қосамыз және айран қосып, жақсылап араластырамыз. Осы жерде сода мен тұз салған видеом өшіп кетіпті, бірақ міндетті түрде осы видеоның описаниясына жазып қоямын, қанша мөлшерде керек болатындығын. Одан соң үстінен ұн саламыз. Ұнды негізі 2-3 бөлікке бөліп салсаңыздар да болады, өз ыңғайларыңызға қарайсыздар. Одан соң үстінен какао саламыз және де жақсылап оның түйіршіктері қалмайтындай араластырамыз. Одан соң үстінен қайнаған суды құямыз және соңында сұйық май құйып, жақсылап барлығы бір тектес масса болғанға дейін араластырамыз. Құймағымыздың тестасы дайын. Енді кәдімгідей құймақты пісіргендегідей пісіреміз. Ол үшін табаға кішкене ғана майды құямыз. Одан соң тестамызды құйып пісіре береміз. Майды тек бірінші тесттан құйған кезде ғана қолданамыз. Қалған құймақтарды пісірген кезде майды жағудың қажеті жоқ. Құймақ өте тез піседі. Әр бетін 1-2 минуттан ғана пісіреміз. Шоколадты құймақтардың ортасына май жағудың қажеті жоқ, олар онсыз да бір-біріне жабыспай тұрады. Біздің құймақтарымыз дайын, дәмі ерекше, дәмді болып шығады. Біздің үйдегілер бір отырғаннан барлығын жеп қойды. Осылай нутелла шоколадымен бірге ұсындым. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, каналыма тіркеліңіздер. Келесі кездескенше сіздерге ас болсын.